Сәлеметсіздер ме балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы, сабақтың тақырыбы балмұздақ. Сабақтың мақсаты балмұздақтың қандай болатынын және өзінің балмұздақты жейтін, жемейтінін айта алу. Тема сегодняшнего урока – балмуздак, мороженое. Мы должны с вами на уроке научиться говорить, каким бывает мороженое, будем мы его есть, либо не будем есть. Сабақтың жаңа сөздері. Тыңда, қайтала. Балмуздақ, 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 мороженое. Балмуздақ қандай болады? Каким бывает мороженое? Балмуздақ қандай болады? Тәтті, сладкое. Тәтті, тәтті. Суық, холодное. Суық, суық. Дәмді, вкусное. Дәмді, дәмді. Тыңда, қайтала. Слушай и повторяй. Балмуздақ қандай болады? Балмуздақ тәтті. Балмуздақ суық. Балмуздақ дәмді. Балмуздақ қандай болады? Каким бывает мороженое? Балмуздақ тәтті. Мороженое сладкое. Балмуздақ суық. Мороженое холодное. Балмуздақ дәмді. Мороженое вкусное. Қазір біз сіздермен балмуздақты жейтінін немесе жемейтінін айтуды үйренеміз. Давайте научимся с вами говорить, будем мы есть мороженое, либо не будем. Сен балмуздақ жейсің бе? Ты будешь есть мороженое? Мен балмуздақ жеймін. Балмуздақ тәтті. Да, я буду есть мороженое. Мороженое сладкое. Либо сен балмуздақ жейсің бе? Жоқ, мен балмуздақ жемеймін. Балмуздақ суық. Ты будешь есть мороженое? Нет, я не буду есть мороженое. Мороженое холодное. Тағы бір рет тыңдаңдар және қайталаңдар. Прослушайте еще раз и повторите. Сен балмуздақ жейсің бе? Мен балмуздақ жеймін. Балмуздақ тәтті. Сен балмуздақ жейсің бе? Жоқ, мен балмуздақ жемеймін. Балмуздақ суық. Дәптермен жұмыс 25 бет. Работа в тетради 25 страница. Бірінші тапсырма көшіріп жаз. Тәтті, суық, дәмді, балмуздақ деген сөздерін жазу. Первое упражнение написать слова тәтті, суық, дәмді, балмуздақ. Екінші тапсырма оқы, толықтырып жаз. Второе упражнение прочитай и дополни предложение. Үшінші тапсырма сұраққа жауап бер. Ответьте на вопросы. Осымен сабақ аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар.